Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ең оңай салаттың рецептісін көрсететін боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл салатты дайындау үшін бізге шұжық қажет болады. 200 грамм шұжығымызды ұзынша етіп кесіп алатын боламыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сол кезде менің салған видеом сізге бірінші болып көрінетін болады. Одан кейін бір штук сәбізімізді теркадан өткіземіз. Сырымызды өткіземіз. Кез келген сырды қолдансаңыздар болады. Банкадағы жүгеріні қосамыз. Одан кейін қаймаққа немесе майонезге осындай бір штук сарымсағымызды терканың ұсақ бөлігінен өткізіп саламыз. Үстіне тұз қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін кептірілген нанды қосамыз. Егер сіздерде дүкеннің кириешкеге болса, онда соны қоссаңыздар болады. Кішкене ғана тағы бір бөлігін алып қаламыз нанымыздың. Одан кейін барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін осылай тәрелкемізге орналастырып саламыз. Бетіне кепкен нанымызды қосатын боламыз. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.